Ал штабтағы аналитиктердің өз пайымдары бар. Дата аналитика жасалды. Сосын Санкт-Петербургдағы қарындасымыздың есептері бар. Ал мінекей қалай есептер? Санкт-Петербургтағы қарындасымыздың есебі 600, апамыз болсын 610 сантиметр судың биіктігі. Өткен жылы 4-4 болды ең биігі. Ол эвакуацияға дайын болыңдар деп айтты жалпы. Алтыда 2 дегеніңізде не бұл? Біздегі өзіміздің іштегі вычислениеміз осы 6-да 2 деп пик 6-да 2-ге барады деп тұрық. Одан бөлек бізде тұшодан дата аналитиктерді қостық. Оларда 6-да 5 дегенді шығат берді. Одан кейін тұшо Американың бір Миссисипи экспертімен шықтық. Оларда 3 түрлі прогноз жасады, яғни оптимистичный, средний және пессимистичный деп. Пессимистичныйның өзі 6-да 5, 6-да 80-ге барды. Оптимистичный 5-те 5-ге жетпей қалды. Біздің 5-те 5 критикал деп қаралады ғой, критичный деп. Одан кейін средний 6 деп тұр. Средний 6. Получается, бізде прогноз әртүрлі 5-те 5 пен 6-да 5-ің ортасы болып тұр. Қаланың ішінде бөгеттер қорғауы мүмкін, бірақ даладан ол жайылып кету. Біздің қаланың іші жалпы 5-те 5-ге дайын деп есептейміз ғой, бірақ біз уже қазір 6-ға дайынбыз деп ойлап отырмыз. Оны үлкен су көрсетеді. Оны үлкен су шыдай ма, шыдамай ма, кем кетіп бар ма, жоқ па? Әртүрлі жағдай. Қазір Оралға пик жеткен кезде толықтай сенімді түрде айта аламыз деп ойлаймын. Ал ұзақтығы жағынан қандай прогноз бар? Басында біз 10 күн деп ойлағанбыз пик. Пик 10 күн ұстап тұрады. Қазір уже 20 күнге созылып жатыр. И даже Американың мамандары олар пик 30 күнге жалғасады деп жатыр. Исақа, не айтасыз? Енді кестені қарап отырмыз. Енді бізде шекарада мына январьца ең бірінші гидропост қой. Содан санаған кезде мысалы метр куб секундына санап отырмыз. 1 секундта қанша өтеді, қанша метр куб. Қазіргі таңда 2922. 1 секундта сонша өтіп жатыр. 1 секундта створдан осыншама су өтіп жатыр ғой. Бірақ осы 4-5 күн сақталып тұр ғой осы, мына 2804 күн болды уже. Әлі де сақталып қала бермек. Өте үлкен көлем, бірақ оның өзі де жайылып кетсе, бұдан да үлкен болуы мүмкін. Солай ма? Мыналардың бәрін осы күнге, секундқа бәрін көбейтіп істегенде 2 миллиардтан асып кетеді уже шекарадан. 2 миллиард текше метр су асып жатыр деп. Так, мына диаграммада көретініміздей, 8 апрельден қазіргі 22 апрельге шейін түсірілген да. Мына жерде көріп отырсаңыздар, ең үстіндегі январьца деген ол шекарада ең бірінші гидропост. Басында 8 апрельге қарай ол деген 2000 шамасында болған. Қазір ол 2900 шамасында. Почти 3000-ге. Соны біресе өседі, біресе түседі, сондай ойнап тұр. Бізге қазір келіп жатқан мына жердегі 800 расходпен келіп жатқан, яғни 410 метр биіктікпен, ол деген мына басындағы сулар. 8 апрельдегі. Мыналар қашан келеді бізге? Әлі көтеріле ма сонда? Олар бізге келеді неше үстіне? 28-29-нан бастайды ғой. Бізде пик 3-і, 4-і, 5-і сондайда болуы мүмкін. Яғни ол расход бойынша негізі бізде мысалы Совет одағы кезінде ана каналдар барлығы ашық болып тұрған себепті олар 1980-ге шейін бар. Қазір бізде енді не істегенде одан да көбейіп кетуі мүмкін. Дәурендер бүгін қарап келді ғой, каналдардың жағдайы өте мүшкіл. МЭС компаниясы теңіздің тамағын қазған, біздегі Казшушарк мекемелер кезінде армия халқы болған, қазір бәрі қирап бітіп кетті, яғни ол жұмыс жүріп жатқан жоқ. Нұрке, не айтасыз? Қазір судың деңгейін қарап отырмыз, бүкіл Оренбургтан бастап, Сакмара, Илек, Январьца, Уральск, Кушун, Тайпақ, Индер, Махамбет, Атырау күнде қарап отырмыз. Яғни Атырауда соңғы 10 күнде, соңғы 11 күнде 100 сантиметрге почти өскен, 91 сантиметрге, 94 сантиметрге өскен. Одан кейін енді біз Ирекланың басын 30-ы бірінде күтіп отырсақ, бізде әлі 10 күндей бар деп есептеуге болады. Егер 10 күнде тағы да бізде 90 сантиметрге өсетін болса, бізде ақ жағында 50 сантиметр қалады. 50 сантиметр, егер Ирекла келген жағдайда бізде 50 сантиметр ол өте аз негізінде. Бірақ теңіздің аузы ашылып, бағанағыдай су жақсы кеткен, каналдар кетеді деп ойлағанның өзінде де ол бізді құтқармай тұр, баташты.
50 сантиметрді ол ирекла өте тез уақытта толтырсақ, бір күнде, 2 күнде. Ары қарай қалай болады? Енді эксперттердің айтуы бойынша, жалпы 6-50-ге дейін барады деп отырық қой. Оның өзі кейбір біздің микрорайондарға, мына Атырау микрорайоны мысалы төмен орналасқан, сондай жерлерге қауіп төндіруі мүмкін. Ол жағынан енді біз точно қазір Оралға пик жеткен кезде нақты айтуға болады, қаншалықты көтеріледі, қаншалықты су келіп жатыр деген нәрсеге біз есептеп жатырмыз. Мына халықта не бар, сұрақ бар, су келе ме, келмей ме деген. Ол жауап, келеді су. Көп мөлшерде келеді да. Даже шекарадан өтіп жатқан су, ол миллиардтаған су, ол жайылғанымен бәрібір ең соңғы келетін нүктесі осы Каспийға барып келеді, яғни Атырау арқылы келеді. Атырау және оның аудандары дейсіз. Иә, аудандары және ол су көлемі өте көп. Сондықтан бізге дайындықты күшейте беру керек. Дамбы соғып, босамау керек қой. Су келмейді деген әңгіме болмайды. Мына жерге алып қарасақ, мысалы бізде Оренбург тек 7-ақ күнде резко көтерілді и резко спуск болды бұл жерде, уровень бойынша. Енді бұл жерде уже поймадан шығып кеткен жерде електікі уже басқа данный беріледі. Өйткені бізде поймадан шыққан кезде уже математика басқаша. Мына жақта қарасаңыздар, егерде мына жақта бізде 4 күн бойы, даже 5 күн бойы мына жақта електе стабильный ұстап тұр. То есть 911, 918, 913 олар бірдей сандар. Мысалы мына жерде қазір 909 болады, потом мына жақта мысалға 912 болуы мүмкін қайттан. Осылай біздің прогноз бойынша как минимум 10 күндей сау керек. Мынауын санасақ, если 5 күн болса, тағы да 5 күндей тұру керек. Ол шекарада, бізде қалай болуы мүмкін? Январьцы, в принципе, тұспа тұс келеді, потому что арасы тек қана жақын. Соответственно, бұл жерде 4 күн болса, бұл жерде 10 күндей, тағы да 6 күн. 898, 895, 894, 897 қайттан көтерілу мүмкіндіктері бар. Ал атыраулықтарды қызықтыратын топан су қанша күн тұрады? Как минимум 20 күннің үстінде деп ойлап тұрмын. Бағана сіздің есебіңізде бағанағы есептерде келіп тұр ғой да? Рахмет.